Орхон енесі ескерткіштері және Күлтегін жыры. Жалпы Күлтегін жырының Орхон енесі ескерткіштеріне қандай қатысы бар және Орхон мен Енесей деген қандай атаулар қайдан пайда болған, соған тоқталып алайық алдымен. Жалпы Орхон Енесей деген аймақтар бұл Орхон Монғолия аймағындағы өзен, Енесей бұл Ресей аймағындағы өзен. Яғни Орхон және Енесей өзендерінің бойынан табылған ескерткіштерді біз Орхон Енесей ескерткіштері дейміз. Ал ол маңынан табылған ескерткіштер бұл түркілерге тән ескерткіштер болған. Соның бірі Күлтегін жыры. Күлтегінге тән тас. Мына суреттегі үлкен тас таңба, бұл таста жазылған жыр Күлтегін жыры екен дейді. Сонымен бұл жырдың жалпы табылу тарихы үлкен. Бұл жырды жаздырған Иолық Тегін деп саналады. Иолық Тегін сол кезеңде шығыс түрік қағанатында өмір сүрген, бүгінгінің жыраулары сияқты, Бұхар жырау сияқты сол заманның жырауы болған. Ұлы түрік қағанатын ешбір жау әскер күшімен жеңе алмаған тарихта жазылған дейді. Жалпы жұдырықтай жұмылып отырған түрік елінің ішіне жау жағы ғасырлар бойы іріткі салып келген мұны істеген Табғаш елі. Табғаш елі деген атау аталады Күлтегін жырында. Табғаш дегеніміз бұл қытайлықтар. Ақыры түрік қағанаты екіге бөлінді дейді. Бірі шығыс түрік қағанаты, екіншісі батыс түрік қағанаты болып. Осы шығыс түрік қағанатына ие болып қалған қағандар Күлтегін білге жырларына негіз болған. Енді бұл Күлтегін жыры жазылған жазу руна жазуы деп аталады. Руна жазуы дегеніміз скандинав тілінде бұл сыры ашылмаған құпия деген мағынаны білдіреді. Не үшін скандинав тілінде атау қойылған? Себебі жаңағы тапқан ғалымдардың бірі Страленберг, скандинавтық ғалым, сондықтан да жазуға руна жазуы деген атты берген екен. Ең алғаш бұл жазуды оқыған Вильгельм Томсен 1893 жылы қарашаның 25 күні Ғылым академиясының мәжілісінде ғылыми әлем дүрсіл күндірген үлкен мәлімдеме жасалды. Бұл Вильгельм Томсеннің жасаған жаңалығы болатын. Сонымен көне түркі жазуының атауы руна жазуы аталған, себебі скандинав ғалымы тапқандықтан оған сондай бір атты берген. Скандинав тілінде құпия сыры ашылмаған деген мағынаны білдіретін. Бұл Күлтегін жазуын жазған ақын ол Иолық Тегін дедім. Сол заманның жырауы сияқты. Енді жырдың өзіне келейік. Мен қазір жырдың ішінде сұралған сұрақтарды белгілеп айтып отырам. Сосын жырдың желісімен таныстырам. Сонымен жыр басы бұл білге қағанның сипатымен басылады. Тәңірден жаралған түрік білге қаған деп басылады. Бұл қатар былай сұрау. Күлтегін жырындағы тәңірден жаралған кім деген сұрақ болып. Жауап кім болады? Білге қаған болады. Бұл шақта отырдым, сөзімді түгел естіңдер, бүкіл жеткіншегім ұланым, біріккен әулетім халқым, оңымда шат апа бектер, солымда тархан бұйрық бектер 30 дейді. Яғни жыр білге қағанның сөзімен басталады. Осы шақта отырдым, менің сөзімді түгел естіңдер, мен тәңірден жаралған түрік білге қағанмын дейді. Ол уақытта сенім бойынша білге жалпы патшалар, хандар ол тәңірдің ұлы, тәңірден жаралған деген түсінік болған. Сондықтан да түрік білге қаған өзін тәңірден жаралғанмын деп сипаттап тұр. Тоғыз бектері халқы бұл сөзімді мұқият тыңда, терең ұғыңдар. Ілгері күн шығысында, оң жақта күн ортасында, кейін күн батысында, сол жақта түннің ортасында, осының ішінде халықтың бәрі маған қарайды дейді. Бұл халықтың бәрі, мен айтып отырған аймақтағы халықтың бәрі маған қарайды. Мен оларды осынша көп өттім. Егер қазір баяғы кексі түрік қағаны Өткен қойнауында отырса, онда мұң жоқ болушы еді дейді. Өткен қойнауы деген бұл түркілердің ең алғашқы ата қоныстары болып саналады. Алтай тауының ежелгі атауы бір жағынан Өткен. Ілгері Шаңтың жазыққа дейін жауладым, теңізге сәл жетпедім, түстікте Тоғыз Ерсенге дейін жауладым, Тибетке сәл жетпедім. Батыста Інжу өзенін кеше темір қақпаға дейін жауладым, терістікте Байырқа жеріне дейін жауладым дейді. Бұл шумақта білге қаған өзінің жорықтарын атап өтіп тұр. Және жер атаулары өте маңызды. Біз Өткен қойнауын атап өттік, жер атауларынан осыған дейін, және Шаңтың деген жазығын атап тұр. Тоғыз Ерсен деген жер, Тибетке сәл жетпедім дейді. Батыста Інжу өзені,
Інжу өзені дегеніміз қазіргі Сырдария аймағы, бұрын Інжу өзені деп аталған. Терістікте Байырқа жеріне дейін жауладым. Байырқа жерінің атауы аталады екен тағы да. Алтынды, күмісті, дақылды, жібекті соншама шексіз беріп жатқан Табғаш халқының сөзі тәтті, бұйым асыл еді. Жаңа ғана айттық біз. Табғаш халқы дегеніміз бұл Қытай халқы болатын. Сол қытайлықтардың сөзі тәтті еді, бұйымы асыл еді. Бұл сұралған сұрақ. Бұл екі түрлі нұсқада келді. Сөзі тәтті, бұйымы асыл ел, Күлтегін жырындағы деп сұралды. Жауап Табғаш халқы болады. Немесе Табғаш халқының сипаты Күлтегін жырындағы деп сұралады. Сөзі тәтті, бұйымы асыл. Бұйым асыл дегеніміз олардың алтын, күміс, жалпы асыл бұйымдары көп. Ал енді сөзі тәтті деп отырғанымыз бұл дипломатияға жаңағы жақын, сөздері тәтті, жаңағы өтірік сөйлеуі мүмкін, алда барбауы мүмкін деген сияқты мақсатта айтылып тұр. Олар тәтті сөз асыл қазынасын беріп, жырақтағы халықты өзіне сонша жақындатар еді. Олар тәтті сөздерін айтады және асыл қазынасын береді. Сөйтіп, жырақтағы халықты өздеріне барынша жақындатуға тырысады. Ақылды кісілерді, батыл кісілерді Табғаштар қозғай алған жоқ. Қытайлар соншалықты неше түрлі әдіс тәсілге басса да, бірақ олар біздің еліміздегі ақылды кісілер мен батыл кісілерді қозғай алған жоқ. Егер бір кісі алданса, онда руы, халқы, тұқымына дейін қалмас еді дейді. Егер бір кісі сол табғаштықтардың тәтті сөзіне сеніп қалатын болса, онда біздің руымыз да, халқымыз да ешкіміміз қалмаушы еді дейді. Тәтті сөз асыл дүниесіне көп алданып, түркі халқы қырылдың, түркі халқы жойылдың. Түсікті шұғай қойнауы түгіл, түн жазығына қоныстансақ десушең, түркі халқы жойылдың. Осыған дейін сен олардың тәтті сөзіне, асыл дүниесіне көп алданамын деп жүріп, түріктің халқы сен қырылдың, жойылдың дейді. Сен мына түсіктегі шұғай қойнауы түгіл, түн жазығына қоныстануды армандаушы ең, бірақ сен жойылып барасың. Соның үшін алдандың, қағаныңның тілін алмадың, жер-жерге бардың, әбден алқындың, арылдың, сонда қалғандар жер-жерге қаңғы бөлімші босқын болып еді дейді. Сонда қағанның тілін алмағандар, табғаштықтарға алданғандар қаңғы босқын болып кеткен. Тәңірі жарылқағандықтан, өзімнің бақытым бар болғандықтан қаған отырдым, мен қаған болдым дейді. Жоқ, кедей халықты көп көтердім, кедей халықты бай қылдым, аз халықты көп қылдым. Осы сөзімде өтірік бар ма? Түркі бектері халқы, бұны тыңдаңдар. Түркі халқын жиып ел болғандарыңды мұнда бастым, жаңылып кешкендеріңді де мұнда бастым. Мен мәңгі тас, Табғаш қағаннан бәдіш шалдырдым, жазу жазғыздым, менің сөзім бұзылады. Бұрын бұл аялдама болса, қазір де аялдама жер болса, сол аялдама жерге мәңгі тас қалаттым, жаздырдым. Бұған қарап мынаны біліңдер, ол тас тым. Бұл жазуды жаздырғанның аты Иолық тегін дейді. Бәдіші. Бұл жерде осыған дейін сұралған сұрақтар міне: кедей халықты бай қылған, аз халықты көп қылған кім? Білге қаған, шатаспаңдар. Бұл Күлтегін жыры деп, Күлтегін жырынан үзінді беріліп тұрғанымен, бұл жырдың басынан алынған үзінді, ал жыр басында көбірек Білге қаған сөйлейді. Сондықтан біз Білге қағанға тән үзінділерді оқып отырмыз қазір. Мен мәңгі тас, Табғаш қағаннан бәдіш шалдырдым. Бәдіші деген сол тасты қашап жазатын, өрнек салатын бедершін айтады дейді. Сол бәдіші келіп жазды, менің сөзімді бұзған жоқ дейді. Ал енді бұл жазуды жаздырғанның, яғни автор, ол Иолық тегін еді. Өлеңді жазып отырған кім дейді? Иолық тегін еді дейді. Аударған Мырзатай Жолдасбек, бұл да маңызды, бұл досыға дейін сұралған сұрақтардың қатарында бар. Күлтегін жырын аударған бұл Мырзатай Жолдасбеков. Қайталап айтамын. Күлтегін жырынан сұралған сұрақтар. Бірінші, Тәңірден жаралған кім деген сұрақ бұл. Ол Білге қаған. Одан кейін Табғаш халқының сипаты қандай деген сұрақ бұл. Табғаш халқының сипаты сөзі тәтті, бұйымы асыл, немесе керісінше болса да шатаспауларың керек. Кедей халықты бай қылдым, аз халықты көп қылдым деген кейіпкер бұл кім? Күлтегін.